Не деген тәрбиесіз? Хеленнің өзінің анасына көңілі толмайды, ал оның анасының Хеленге көңілі толмайды. Олардың екеуі де бір-біріне көңілдері толмайды. Хеленнің жігіті бар. Оның есімі Питер. Питер оның анасына ұнамайды. Оның анасы Питерді тәрбиесіз деп айтады. Неліктен ол олай айтады? Себебі Питер үйге кірген кезде бас киімін шешпейді. Хеленнің анасы мұны тәрбиесіздік деп айтады. Ер адам үйге кіргенде бас киімін шешу керек. Сенің әкең үйде әрқашанда бас киімін шешетін, деді Хеленнің анасы. Бірақ, анашым, қазір басқа заман, деді Хелен. Келесі жолы Питердің бас киімін шешетініне уәде беремін. Хеленнің анасы өте кеш екенін айтты. Тәрбиесіздік бұл тәрбиесіздік. Не деген тәрбиесіз? Хеленнің өзінің анасына көңілі толмайды, ал оның анасының Хеленге көңілі толмайды. Олардың екеуі де бір-біріне көңілдері толмайды. Хеленнің жігіті бар. Оның есімі Питер. Питер оның анасына ұнамайды. Оның анасы Питерді тәрбиесіз деп айтады. Неліктен ол олай айтады? Себебі Питер үйге кірген кезде бас киімін шешпейді. Хеленнің анасы мұны тәрбиесіздік деп айтады. Ер адам үйге кіргенде бас киімін шешу керек. Сенің әкең үйде әрқашанда бас киімін шешетін, деді Хеленнің анасы. Бірақ, анашым, қазір басқа заман, деді Хелен. Келесі жолы Питердің бас киімін шешетініне уәде беремін. Хеленнің анасы өте кеш екенін айтты. Тәрбиесіздік бұл тәрбиесіздік.